Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерменен асқабақ қосылған өте дәмді қимақтың рецебімен бөлісетін боламын. Қимақты жасау үшін бізге алдыменен осындай піскен асқабақ керек. Мен мына асқабақты пісіріп алдым. Бұны қабықтарын ашып, бөлек ыдысқа салып пісіріп алсаңыздар да болады. Мына піскен асқабағымызды осылай түсіріп аламыз. Осылай бәрін алып аламыз піскен асқабағымызды. Осы піскен асқабағымызды әбден езіп аламыз қасықпенен. Асқабағымызды міне әбден езіп алдық. Енді осы дайын болған асқабағымыздың үстіне бір стақан жылы сүт құямыз. Осы жылы сүттің үстіне осылай 2 жұмыртқа саламыз. Осыған тұз қосамыз аздап, дәміне қарай. Енді қант саламыз. Тәтті қылғыларыңыз келсе, тәтті қыласыздар. Мен өзім тәтті қылғанды қатты қалаймын. Тәттіні көп қоспасаңыздар да болады, ұнамаса. Ерітіп аламыз қантын. Әбден қантын ерітіп аламыз. Енді осының үстіне сұйық май құямыз. Енді осының үстіне осындай газдалған сусын құямыз. Әбден араластырып алдық. Енді осыған електен өткен ұнымызды саламыз. Осыны әбден араластырып аламыз. Енді біздің қимағымыз дайын болды. Енді отқа қойып осыны пісіре берсек болады. Газды су қосылғаннан кейін осылай беттері тесік-тесік болып ашылып шығады.